Сәлеметсіздер ме, құрметті білімгерлер. Бүгін сіздермен қарастыратын тақырыбымыз Python тілі, мәліметтер типтері, айнымалылар. Бұл жерде біз тілдің негізгі ерекшеліктері, интерактивті режимде жұмыс істеу, баптау, коды, файлдар дайындау. Pythonда негізгі мәліметтер типтері, амалдар, айнымалылар, тұрақты түсінік. Айнымалыларға мән шектеу, мәліметтерді енгізу шығаруды қарастырамыз. Енді сіздер білесіздер, бүгінгі таңда кең қолданыста жүрген бұл Python программалау тілі. Бұл 1991 жылы Голан Гвито мен Ван Рассум құрған болатын. Оны жоғарғы дәрежелі кодты оқылу және әзірлеудің өнімділігін артыру мақсатында жалпы мақсатты бағдарлама тілі болды. Енді бұл тілді қазіргі кезде көп тілдерде қолданылып жатыр, қолданушы. Бұның бағдарламасы ашық. Жылдан мысалы қазір сіздерде орнатып атқан кезде Python 3-те бәленбай болса, оның кемелдеген тілдері орнатылып жатыр. Бұрын 2-де 7-тен басталған. Қазір кезде 3-те 14 кетті. Жылда өткен сайын ашық қолданушы қоса береді екен. Мына жерде астында сіздерде тұр. Бұл тілдің ең атақты бағдарламалар білетін, жаңа Instagram, әлеуметтік желісі бәрі жазылған. Енді мына жерде Python тілінің шыққан жылдан бастап, жылы өткен сайын бағдарлама кемелденіп, өзгеріп, қосылып отырады екен. Python тілінің қолданатын жерін қараңыздар. Бұл жаңағыда жүйелік программалауда қолдануға болады, графикалық интерфейстерде, веб-сценарийда, интерактивті компоненттерде, мысалы, бұл жерде сіздерде әртүрлі деректер базасында, немесе жаңағыдай прототиптерде әртүрлі есептеу бағдарламаларын қолдануға болады екен. Енді әрине жаңағы жасанды интеллект бүгінгі ауқымды ғой. Ойын, Arduinoға немесе бағдарламалар құруға болады. Енді бұның ерекшеліктері үйренуге жеңіл болсын деген мақсатпен жасалған. Бұл енді жеңіл болғанда әрбір программалау тілінің қиындығы бар. Өзгерісінде, жазылуында, мүмкіндігінде. Бірақ бұл тілдің бір ерекшелігі, мысалы, сіздер баяғыда максимум, минимум тапқанда тармақталу командасын қолдансаңыздар, қазір оны сіздер мах, мин деп қызмет сөзбен жазыласыздар. Мына сіздерде Pythonды орнатқаннан кейін сіздерде бұда 2 режим болады. Бірінші калькулятор режимі, екінші графикті жаңағы пакеттік режим болады. Файл new десеңіздер, пакеттік режим шығады екен. Мына жерде жаңағыдай кез келген 3-ке қосу 3 деп жазып, Enter'ді басып басаңыздар, автомат түрде 6 шығады. Яғни оны біз калькулятор режимі дейміз. Осы жерден файл new десеңіздер, пакеттік режим шығады, оған бағдарлама жазамыз. Түзету, мына жерде сіздерде оны Pythonды орнатқаннан кейін idle деген кіріп, ортасына сода бағдарлама шығарып жазамыз. Енді бұл жерде негізі бүтін сандар бар. Бүтін сандар int деп жазылады, float жылдамалы өтер, комплекс сандар, тізімдер, лист. Бұны енді кортеж, диапазон, оны біз есептеу барысында өтеміз. Жолдар string дейміз, бинарлы тізімдер болып беріледі, жиындар болады, сөздік болады. Бүтін сандар қабылдайтын мәндер өздеріңіз білесіздер, мына сандар бар, 4, 687, -45 деген. Ал жылжымалы түрі деген, float, нақты сандар деп атаймыз. Бұл жерде бүтін де болуы мүмкін, бөлшек санда болуы мүмкін. Ал жолдық тип ол string болады екен. Яғни оған біз тырнақшаның ішіне беріп жазамыз. Мысалы, сөздер жазсаңыздар, оның бәрі жолдық тип болады. Санның өз жолдық болады егер тырнақшаның ішінде болса. Мына жерде бір операнд, екінші операндқа қосамыз. Мысалы, 10-ға 20-ны қоссаңыздар, қанша болады екен? 30 болады екен. Яғни бұларды біз жаңағыда не дейміз? Операндар болып табылады, ал әрекеттер операторды орындайды. Яғни, не деген сөз? Амал, бұл мәліметтерді орындайтын қандай да бір әрекет қосу амалын көріп тұрсыздар,
Міне жаңағы пакеттік режимдегі әңгіме, жаңағы 3-ке 6-ны қоссаңыздар 9 болады. 4-ке 9 қоссаңыз 13 болады деген сияқты. Қосу амалы қалай жазылады қараңыздар. Қосу, ал, көбейту, алу, бөлу. Мына егерде 2 кескінмен бөлгіш болып тұрса, ол бүтінін алады деген сөз. Мысалы 11-ді 4-ке бөлген кездегі бүтіні қанша? 2. Ал анау 2 жұлдызша ол дәрежелеу. 2-нің 2 дәрежесі не? Мына жерде сіздерде мысал беріледі. Сол сияқты міне жолдық айнымалы типтер түрлендіруге болады. Мына жерде айнымалылар қалай меншіктейміз? Деректерді. Мына жерде сіздер көріп отырсыздар, print деген шығару амалы. Пакеттік режим input енгіземіз. Мысалы 5-ті енгізсек, int input 5-ті жолдық типті бүтінге айналдырып барып а меншіктейді. 5-тің квадраты қанша екен? Print деген шығарады, 25 шығарады екен. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.